Саламатсыздар ма? Каналыма қош келдіңіздер. Подписка жасап, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Бүгінгі видеода мен сіздерге блоктарды бірін-біріне біріктіруді көрсететін боламын. Алдыңғы видеода бірін-біріне қалай құрастыруды көрсеткенмін. Енді тырнақ құрақпен оюдың бірін-біріне біріктіру әдісін көрсететін боламын. Бірінші қатардан бастаймыз. Одан кейін екінші қатар, одан кейін үшінші қатар, төртінші қатар солай кете береді. Қиғашынан біріктіретін боламыз. Қазір мен сізге бірінші қатарды, одан кейін екінші қатар, одан кейін үшінші қатарды біріктіру әдісін көрсетіп шығамын. Ол үшін осындай ине пайдаланасыздар. Басы осындай домалақ болады. Осындай инелердің мен біріктіріп өтетін боламыз. Бір жерде ине дейді, бір жерде булавка дейді, әр жерде әртүрлі айтады. Олай болса, бастаймыз. Бірінші бұрышын, одан кейін оюды, содан кейін үшінші бұрыштағы оюды біріктіреміз. Алдымен қай жағынан бастасаңыздар да болады, төменгі жағынан да, жоғарғы жағына өзіңіз ыңғайыңызға қарай бастай бересіздер. Енді мен мына жерден бірінші көрсетейін сіздерге. Мына оюды табандыққа тырнақ құрақтың үстіне жатқызасыздар. Бұрышын міндетті түрде бұрышын келтіріп аласыздар. Әйтпесе құрақтарыңыз қисық болып шығады. Түйрейсіздер. Түйрегенде осылай ұзыннан түйрейсіздер. Ұзыннан төмен қарай. Біріншісін бергі бұрышын, одан кейін екінші бұрышын түйрейсіздер. Түйреуіш өте үскір болады, сондықтан қолдарыңызға кіргізіп алмай абайлаңыздар. Сақтық шарасын қолданыңыздар. Осылай болады, мінекей, осылай ұзынан сосын тігіп шығатын боламыз. Мына осылай. Енді екінші жағын қойып шығамыз. Оны да дәл сондай тәсілмен бұрышына қойып аламыз, бұрышын келтіріп. Сосын бұны да түйрейміз төмен қарай, инені төмен қарай түйрейтін боласыздар. Міндетті түрде төмен қарай түйреңіз, қиғашынан түйремеңіздер. Тіккенде ыңғайсыз болады. Мінекейіңіз, осыны да дәл сол әдіспен түйреп шықтым. Осылай болды. Енді үшіншісін төмен қарай түйрейтін боламыз. Оны да жоғарыдан төмен қарай түйрейсіздер. Тағы да ескертемін, қолдарыңызды абайлаңыздар. Бұндай жағдайда қолды түйреп алу өте ғажап емес. Сосын бұрышына сәйкес келтірулеріңіз керек. Ортасындағы құраққа ұшы сәйкес келмесе, бұрышыңыз қисықшады. Міне осылай болды. Енді екінші қатарды бастаймыз. Бұны да дәл сондай тәсілмен түйрейтін боламыз. Бұрышын мінекей бұрышын өйстіп алып аламыз да, бұны да абайлаңыздар. Бұрышы сәйкес келмесе, құрақтарыңыз біріктірген кезде, тіккен кезде бірінің үстіне бірі құрақ шығып кетеді. Сол кезде көрпешенің сәні кетіп қалады, көрпенің сәні. Сондықтан тігетін кезде де мән беріңіздер. Құрақтар бірін-біріне сәйкес кеп тұру керек. Артық жібі болса, астында алып тастайсыздар. Көрпеңіз әдемі шығу үшін астындағы лишний зат тұрмау керек. Не құрылым лишний зат болмаған дұрыс. Қарап отырсаңыздар, ортасындағы мына оюдың кескініне байланысты мен 23-те 23 қып алғанмын. Өйткені ою менің 23, соған сәйкес келді. Ойымның сырты 23-те 23 болып келді. Сондықтан ал мына блоктарым одан 1 сантиметр, екі жағы 1 сантиметрден 2 сантиметр кем болып тұр. Енді мен бұны алдын ала кесіп дайындап алуға да болатын еді, бірақ алдын ала кескенім жоқ. Өйткені бұл кейбір оюлар қисық шықпас үшін, енді мен былай сіздерге бір көрсетіп өтейін, түсіндіріп. Мінекейіңіз, мына құрақты аласыз да, үстіне бүйтіп бір қойып аласыз. Мінекейіңіз.
қаншама үлкен екен, соны сызып, кесіп алған өздеріңізге дұрыстау болады. Немесе кеспесеңіздер, бормен немесе ручкамен былай бір сызып, белгілеп алғандарыңыз дұрыс. Так, мынаны былай бекітеміз. Мынаны былай бекітеміз. Бекітіп алдым. Енді мен сіздерге осының тігілу тәсілін көрсететін боламын. Бірінші мына бұрыштан бастаймыз. Мына жерінен бастап тіге бастаймын. Мынадан былай тігеміз, мынадан былай тігеміз, мынаны былай тігеміз. Мына иненің қадаған жерлері осы жерден бастап алып, былай тігіп шығатын боламыз. Мінекей мынандай тігіп алдым, қараңыздар. Мінекейіңіздер. Енді мына бұрышты, алдыңғы видеода көрсеткенде, мына бұрышты, үш бұрышты мынаған туралауымыз керек. Мына дәл ортасына келу керек мына жерге. Мынау былай қисық кетіп қалса, онда құрағыңыз қисық болып шығады. Осыны осы жерден былай тігіп өтеміз қазір. Жаңа мына жерді тігіп өттім. Мына бұрышты тіктім жаңа. Енді қазір мынаны тігем, мына қатарды блокты тігетін боламыз. Оны мен мына жерден алып, мына беттен де алып тігуіме болады. Енді маған ыңғайлысы мына бет болып тұр. Осы беттен қазір бастап тіге бастаймын. Мына астының барлығы мынандай қылып инемен қадалған. Осыны қазір тігіп көрсетемін сіздерге. Блоктарды біріктіріп болдым. Астары осындай болады. Әдемі көрпешенің беті шығайын деп тұр. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Алда бұдан да қызық видеолар болады. Сау, саламат болыңыздар. Құрақтарды біріктіріп болдым. Осылай болып шығады көрпешенің беті. Астары құрақ, тырнақ құрақ табандыққа тігілген соң астары осындай болады да. Ою мата осындай көк матаға түскен осындай болып тұрады. Лайк басып, комментарий жазыңыздар. Каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алда бұдан да қызық видеолар болады. Сау, саламат болыңыздар.